Köy tartışıға барып, сондағы маған беріп кеткен күйі. Өзі осы Пронзоға келіп, 90-ға жақындап қайтыс болды. Асаналы. Күйдің аты сол Асаналының күй деп тартамыз. Асаналы ол күйді не қылғанда, ей балам, сен бері кел, домбыра жақсы тартады екенсің. Biz болсақ кетіп бара жатырмыз, ол дүниелікпіз. Біз өңгіде аяғымыз тұр. Осы менің күйімді үйреніп ап, албаның ішінде бір жерде отырып Асаналының күйді бір тартқанында көрімнен аунап. Хан деген күйшімен таныстық. Ол кісі ақсақал 80-ге келіпті. Сол кісінің айтуы бойынша Бекмағамбет, Нұрмағамбет, Темірхан, Оразхан деген күйшілердің атын естідік. Кейбірінен үйренген күйлерін тартып берді. Осы күйшілерді сіз естіңіз бар ма? Олар туралы қандай мәлімет білесіз? Оларды білмеймін. Оларды естіген емеспін. Олар қай жердің адамдар екен? Ол Қожбамбет. Қожбамбет. Иә. Сақау. Бұлар Жолдыбай. Жолдыбай. Бұлар Ерденебайдың тұқымы. Дәл айттыңыз, Ерденебайдың тұқымдары. Мергенбай. Бұрын өтіп өткендер ғой. Бұрын өткендер сол. Біз білетонымыз жаңағы кейін бәлгі бірден бірге қалады деген сонымыз. Мәселен, жаңағы біздің білетіміз жаңағы Сыбанқұлдың інілері жаңағы Рақыштың балалары. Оны көзіміз көрді. Біздің ұстақта қалғанымыз сол екі кісінікі ғана. Басқаны біз ол қай жерде тартып, қай жерде не қылғаны. Ал енді анау кім жазыпты ғой әлгі Байсерке деген күйшіні іздеп таппадық деп. Ана Марал. Енді сол сияқты кетті де ол кісілер. Енді біз кейінгі айтуынесінен қалған. Мен былтырғы жылдар, алдыңғы жылдар барып келдім. Енді ол жақта да көп қамаған.
Soqur esen деген kүйші естіңіздіңmi? Жоқ. Соқыр есен деп ешен дейді, ешен. Ешен. Соқыр ешен дейді оны. Енді олар бұрынғы өтіп кеткендер ғой. Бұрынғы өтіп кеткендер сол. Мәселен енді сендер кейін сендердің ұрпақтарың бізді ғана біліп қалады. Әлбетте. Сол сияқты нәрсе. Жаңағы Сыбанқұл, Рақыш, күйшілерден басқа, сіз атын естіген Асанәліден басқа, осы жетісу өңірінде даңқы шыққан қандай күйшілерді естуіңіз, білуіңіз бар? Мен оларды естігем де жоқ, білгем де жоқ. Мен осы жаққа өттім, қой бағып малшы болып кеттім. 35 жыл қой бақтық. Әйтеуір жылқысы болып қой болып бағып. Сонан кейін әйтеуір мен сол Балқаштаған жақта сояқта жүрдім 22 жыл. Сонан осы жерге келдім. Сон осы жерге келгеннен осы кісілер тойға, андай-мұндайға шақырып, сен домбыра тартып өйт бүйт деді. Соның менен шыққан нәсіл ғой біздікі. Ал енді мен сол қой бағып жүргенде өздерің сияқты талай жастар барды ғой. Мен домбырашы емес. Дедіңіз. Мен онда жұмысым жоқ деді. Жаңа қанапияны өздерің айтып болсындар, қанапия алып барды талай рет. Қанапия талай рет артып барғанда қанапиянікі сандалбай ол. Домбырашы болса таптырып тартсын деп кішкене өзім солай неғып кеткенмін. Ал енді осы жерге келгеннен кейін мына кісілер біздің бір жағы нағашымыз, бір жағы қайын жұртымыз, өтен емес титтаймыздан етегіне салып өсірген адамдар. Осы кісілер әр жерде жиын бірдеңке боқпаса, домбыраңды ұста, домбыраңды тарт деді. Онан кейінгі бір оқып жүрген балалар, жаңа Базаралы сияқтылар. Ой, біз бүйтіп жатырмыз, ата сөйтіп жатырмыз деді. Оларға да сол не қылмай жүріп, шәкірттеріңіз ғой. Ақыр аяғы келгенде қой. Енді біз оны әлгі әкем айтып еді, Рақыш деген кісіге. Сен ол дүниеге күйіңді алып кетесің, артыңа ұрпаққа тастап кетпей. Сол сияқты енді денсаулық болмағаннан кейін өзімізде жағдай болмағаннан кейін қой. Бір күй болса соған беріп кетейін енді. О дүниеге көкпесе кейін тарта жүретін шығар деп жаңағы. Дұрыс. Өзіңіз қанша күйші бардыңыз? Өзім мен білмеймін, 5-6 күй бар шығар. 5-6 күйіңіз. Ал жалпы 60-қа жоқ күй тартасыз ғой? Тартам. Енді ол бір енді өздеріңді айтасыңдар. Мен не қылғанда біз о 3 жылғы нәрсені ұмытып кетеміз. 30 жылғы нәрсені қалай кеудеңе сақтап келдің деп бәрі сұрақ қояды. Енді ол кеудеге Құдай тағала берген шығар, ұмыттырмаған шығар. Ол бір нәсіп шығар. Енді осы кеудеге сақтап қойған сендер сияқты балаларға қасын деген шығар. Рахмет. Қалай бізде мәселен міне кейін үлкен кісілер отыр, атты баптаса келеді бәйгеде. Бұл да бір бәйге сияқты нәрсе. Бізде не бар? Біздің тұрмыс жағдай міне. Үйім жартысы Балқашта жатыр. Ал енді міне отырған үйіміз, осы отырған үй телевизорында көрген шығарсыңдар. Енді жаңағы Өзбек күнге сәлем айт. Өзі де айтыпты ғой енді сендерге. Енді ол өзі айбатты жылқышы болған мен жағдайымды сендерден сұратпай айтыпты. Міне Менің молам, бесік пен бейтімнің арасында басыңа сан келермін сенің бабам. Бұл күнде көрінбейтін
Kimning kuyi? Бұл Қожекенің күй шақыртқысы дейді екен. Сөйтіп атартады біздің атамыз енді. Çaldın, tarttın. Kişinin kardeşkiler diyorsun.
balda kim itti? Oğlum, var bunun kuyrum var o sonra vermeyemem de. Siz ana burungu kurman gazı soların küylerini estegesi var, takpaysiz var. Olur, estegen joksuz mu? Bozdur edin bu sertti. Kimdeki gözü?